Айнұр 40-қа келгенде өмірінің ең қиын кезеңін бастан өткереді. 20 жыл бірге тұрған жары кенеттен басқа біреумен кетіп қалады. 2 баламен жалғыз қалады. Түнде жылап жататын, күндіз күліп жүрген сыңай танытатын. Көрші-қолаң туысқан бәрі өтіп кетеді дейтін, бірақ ешкім жүрегінің ауырсынғанын білмейтін. Бір күні жұмыстан келе жатып аялдамада тұрған қарт адамды көріп қалады. Қарияның қолындағы сөмкесі жыртылып, ішіндегі азық-түлік жерге шашылып жатыр екен. Айнұр жүгіріп барып заттарын жинап береді. Қария күліп: "Қызым, адамға ең керек нәрсе мейірім. Атаңа жақсылық жасадың, Алла есесін 2 есе қылып қайтарады" деді. Айнұр сол кезде сол сөзді сол күні ұмытпады. Уақыт өте келе ол клубта жұмыс істейтін еден жуушыдан бөлім басшысына дейін көтерілді. Себебі әр жұмысын адал істейтін, ешкімге шағым айтпайтын. Сырттан қарағанда күліп жүрсе де, жүрегінде мың жара бар еді. Бір күні жұмысқа жаңа инженер келеді, есімі Ерлан. Салмақты, тұрақты, орнықты жан. Екеуі жай ғана әріптес болып бастады. Күндер өте сөйлесіп, сырласып кетті. Ерлан оның күткенін білсе де, ешқашан сөккен жоқ, керісінше қолдады. "Өмірде бәрі себепсіз болмайды, Айнұр. Саған ауыр сынақ берілген, енді бақыт кезегің келді" деді. Айнұр жымиып: "Мен бақытты болуға лайықпын ба?" деп сұрады. Ерлан оның қолын ұстап: "Әрине лайықсың, өзіңді кешірсең болды" деді. Сол сәтте Айнұр ұзақ жылдар бойы ұстап жүрген ауыр жүгін түсіргендей болды. Бір кезде оны тастап кетер адам емес, жанында қалуға дайын адам маңызды екенін түсінді. Айнұр Ерланмен сөйлескен сайын жүрегі жылына бастайды. Алғашында ол мұндайды сезімнен қорқатын. Тағы да қателессем ше, балаларым түсіне ме? Осындай ойлар мазасын алатын. Бірақ Ерлан әрқашан оған түсіністікпен қарайтын. "Өткен өмірің кешегі күн, Айнұр, біз екеуміз бүгіннен бастаймыз" дейтін. Бір күні жұмыстан кейін Ерлан Айнұрдың үйіне жеткізіп салып жатыр. "Балалармен танысқым келеді. Рұқсат етсең, олардың да сенің бақытты болғаныңды көргенін қалаймын" дейді. Ерланның сөздері Айнұрды ойландырды. Алғаш рет біреу одан рұқсат сұрап, сезіміне құрмет көрсетіп тұрғандай еді. Бұл оған бұрын-соңды болмаған ерекше жылылық сыйлады. Сол күні кешке Айнұр үйге келіп, ас бөлмеде шай ішіп отырғанда 2 баласына қарады. Қызы Дана 17-де, ұлы Самат 12-де. Олар анасını жақсы көрсе де, соңғы жылдары оның қанша қиналғанын көріп өсті. Айнұр терең тыныс алып: "Балалар, мен сендермен бір нәрсе жайлы сөйлескім келеді" деді. Екеуі назарын анасынан айырмады. "Жаңа бір адаммен араласып жүрмін. Ол жақсы адам. Түсінемін, бұл сендер үшін тосын болуы мүмкін." Дана бірден сөзін бөлді. "Анашым, сіз бақытты болсаңыз болды." Айнұр таңғалып қалды. "Сен қарсы емессің бе?" Дана күліп: "Жоқ, мен сіздің жалғыз жылап жүргеніңізді талай көрдім. Егер сол кісі сізді жылатпай, керісінше қуантса, мен тарапымнан рұқсат. Ал Самат, ол бізбен футбол ойнай ма?" деп сұрап қойды. Айнұр жылап жіберуге шақ қалды. Балаларының түсінгені оның ең үлкен тілегі еді. Бір аптадан кейін Ерлан балалармен танысуға келеді. Өзімен бірге үлкен қорап әкеліп, "Бұл үйдің үлкен инженеріне, кішкентай инженерге арналған" деп Саматқа ойын конструкторын сыйлады. Ал Данамен ұзақ сөйлесіп, мектепке болашағы туралы сұрап, кеңестер берді. Үйдің іші бұрынғы болмағандай көңілді еді. Күлкі, әңгіме, жылулық. Айнұр бір сәтке өткенін ойлап, жүрегі дір ете түсті. "Бұның бәрін мен өмірден күтпеген едім." Түнде Ерлан үйден қайтар кезде есік алдында: "Айнұр, мен сенің өткеніңмен емес, бүгінгі күніңмен және ертеңгі күніңмен бірге болғым келеді. Осыған рұқсат бер" деді. Айнұр алғаш рет жүрегін еркін ашып: "Иә, Ерлан, мен сенен қорықпаймын, себебі сен мені емдедің" деді. Екеуі үнсіз тұрды. Бірақ сол сәтте олардың арасындағы ең үлкен сөзсіз уәде болды. Ерлан мен Айнұрдың арасы күн сайын жақындай түсті. Айнұр өмірінде алғаш рет өзіне шын мәнінде тірек болатын адам тапқанын сезді. Ерлан да Айнұрдың мейірімін, сабырын, адамгершілігін көріп, оған деген сезімін тереңдей түсті. Бір күні Ерлан Айнұрдың қала сыртындағы шағын саябаққа алып барады. Күздің соңғы күндері еді. Жапырақтар сары алтын боп сыбдырлап тұрды. Жел жеңіл, ауа таза, айнала тып-тыныш. Айнұр жапырақтарды аяғымен басып келе жатып: "Табиғат қандай әдемі, иә" деді. Ерлан күлімдеп: "Табиғат емес, сенің жаның әдемі, Айнұр" деп жауап берді. Ол тоқтап, Айнұрдың қолынан ұстап,
баяу тізерледі. Айнұрдың жүрегі бір сәтке тоқтай қалғандай болды. Ерлан қалтасынан кішкентай қорапша шығарып, «Маған жар боласың ба? Сені және балаларыңды өз отбасындай қабылдағым келеді. Өміріңдегі барлық қиын күндерді ұмыттырып, жаңа бақыт сыйлағым келеді», деді. Айнұрдың көзіне жас келіп, 20 жыл ешкім оған бұлай қарамаған, бұлай құрмет көрсетпеген. Өзінің қайтадан әйел екенін, сүйікті жан екенін сезінді. «Иә, Ерлан», деді дірілдеген дауыспен. Екеуі құшақтасып тұрғанда айналадағы жапырақтар сыбдырлап, табиғаттың өзі қуанып тұрғандай еді. Үйлену тойы үлкен болмады. Айнұр салтанатты да, даңғазаны да қаламады. Тек ең жақын адамдар, балалары, Ерланның әпкесі, бірнеше дос-жарандары ғана келді. Айнұр ақ түсті ұлттық көйлек киді. Өзіне ұқсамай ерекше жасарып, нұрланып кеткендей болды. Ерлан оның қолынан ұстап тұрып, көзін алмай қарады. Неке қию сәті келгенде Ерлан жай ғана айтты: «Мен сені бақытты етуге уәде беремін». Ал Айнұр: «Мен өткенімді артқа тастап, жаңа өмірге қадам басам. Сол өмірімді сенің жанында өткізгім келеді», деді. Той аяқталған соң балалары жандарына жүгіріп келеді. Самат Ерланды құшақтап: «Әке, бізге жақсы қарайсыз ба?» деп сұрады. Ерлан оны қысып ұстап: «Мен сендерге әке болуға дайынмын», деді. Дана анасының қасына келіп: «Анашым, сіз осындай бақытқа болуға лайықсыз, менікі мақтаныш», деді. Сол сәтте Айнұрдың жүрегі толып кетті. Өткен күндер көз алдында тізбектеліп өтіп, бәрі бекер болмағанын түсінді. Ол өмірдің қай жаста да жаңа бастау беретінін көз жеткізді. Және сол бастау Ерлан еді. Ерлан мен Айнұрдың шаңырақ көтергеніне 3 айдан уақыт өткен еді. Үйдің іші бұрын-соңды болмағандай жайлы, жылулыққа толы болатын. Балалар да Ерланға үйленіп, жаңа өмір ырғағына бейімделіп қалған. Бірақ өмір әрқашан тегіс жолмен жүре бермейді. Бақыттың ортасына кейде күтпеген сынақ келеді. Бір күні кешкісін Айнұр жұмыстан шаршап келеді. Үйге кіре бергенде Ерлан телефонында біреумен қатты дауыспен сөйлесіп тұр екен. «Жоқ, олай болмайды, мен ол жұмысқа бармаймын. Менің отбасым бар», деді ол ашу мен уайым аралас үнмен. Айнұр не болғанын түсінбей үнсіз тұрды. Ерлан трубканы тастай салды да терең дем алды. Айнұр жақындап: «Не болды?» деп сұрады. Ерлан ауыр күрсінді. «Компания мені басқа қалаға жібергісі келеді. Бөлім басшысы сол жақтағы филиалға ауыстырғалы отыр. Баруым міндетті сияқты, бармасам жұмыстан кетуім мүмкін». Айнұрдың жүрегі шым ете қалды. «Қай қалаға?» деп күбірледі. «Шымкентке, кем дегенде 1 жыл». Бұл сөз Айнұрды орнынан қатырып тастады. Балалары мектепке жаңа үйренген, өзі де жұмысқа жақында ғана көтерілген. Ал қазір барлығын тастап көшу мүмкін емес еді. Түнде екеуі ұзақ сөйлесті. «Ерлан, сен мансабың үшін көп қадам жасадың. Мен сенің жолыңа тұра алмаймын», деді Айнұр. «Бірақ мен сендерсіз ешқайда бармаймын. Менің отбасым сендер», деді Ерлан. «Біз бірге барсақ ше?» деп сұрады Айнұр абайлап. Бірақ өзі бірден көзі төмен түсірді. Бұл мүмкін емес екенін іштей түсінетін. Ерлан басын шайқады. «Балаларыңның мектебі, достары, сенің жұмысың, барлығын тастау қиын болады». Екеуі үнсіз отырып қалды. Бақытты өмірлеріне алғаш рет үлкен сұрақ келіп тұр еді. Бөліну ме, әлде бәрін бірге қайта бастау ма? Келесі күні таңертең Айнұр жұмысына барған, бірақ ойы Ерланда. Түскі үзілісте оған хабарлама келеді. «Айнұр, мен шешім қабылдадым, кешке айтамын», дейді. Айнұрдың жүрегі шаншып кетті. Не шешім? Кетіп қалмақ па? Әлде бәрін тастай ма? Үйге жеткенше мазасы қашты. Кешкісін Ерлан үстел басында тыныш отыр еді. Айнұр кіргенде ол орнынан тұрып: «Мен бүгін жұмыстан кеттім», деді. Айнұр шошып кетті. «Ерлан, не істедің? Бұл сенің ең үлкен мүмкіндігің еді ғой». Ерлан оның қолын ұстап: «Мүмкіндік көп табылады, ал сен қайталанбайсың. Менің отбасымда тағы бір рет жоғалтқым келмейді». Айнұрдың көзіне жас үйірілді. Ол Ерланның қандай үлкен құрбандыққа барғанын түсінді. «Сен бұны мен үшін істедің бе?» «Иә, тағы да жалғыз қалмасын деп. Біз қазір ғана бақыт таптық, Айнұр. Оны ештеңеге айырбастамаймын», дейді Ерлан. Сол сәтте Айнұр Ерланның қандай ер адам екенін бұрынғыдан да терең ұқты. Бақыт үшін күресетін, қорғап қалатын адам екенін. Бірақ бұл қиындық тек бастамасы ғана еді. Канал ұнаған болса тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.